Зейнетақы жинағындағы ақшаны алатын күннің ауылы алыс емес. Қызу талқыланған зейнетақы қорына қатысты заң жобасы мәжілісте мақұлданды. Құжатты сенаторлар да қолдайтын болса, 2021 жылдың қаңтарынан бастап ел тұрғындары жинақтағы қаржысының бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға, оны жөндеуге, я болмаса ем-домға жұмсай алады. Статистикаға сәйкес елімізде зейнетақы қорының тек 6%-дан астам салымшысы ғана мұндай мүмкіндікке ие. Бұл 700 мыңнан астам салымшы. Оның бәрі бірдей ақшасын шешетін болсақ, қордағы қаражат 1,4 триллион теңгеге азаяды. Соңғы дерекке сүйенсек, елдегі 10 миллион 800 мың азаматтың шотында зейнетақы жинағы бар. Бірақ бәрінің қоры қалың емес. 6 миллионға жуық кісінің жинағы 500 мың теңгеге де жетпейді. Ал егер қаражат жеткілікті болса, қордағы ақшаны кімдер ала алады? Біріншіден, жинақ салымы жеткілікті шектен асатын жұмыс істеп жүрген азаматтар алады. Екіншіден, бұрынғы табысының кемінде 40%-на тең мөлшерде зейнетақы алатын зейнеткерлер қаржысының 50%-на дейін алуы мүмкін. Үшіншіден, бұған дейін де өзіне зейнетақы аннуитетін рәсімдеген және сақтандыру қорына аударғаннан кейін де қорда салымы қалған азаматтардың ақшасын толығымен алуға құқы бар. Ондай 13 мыңнан астам адам тіркеліп отыр. Ал жеткіліктілік шекті қалай анықтайды? Зейнетақы жинағының ең төменгі шегін анықтаудың әдістемесін үкімет бекітті. Жеткіліктілік шек салымшының қордағы есепшотында қалуы тиіс жинақ ақшаның ең төменгі мөлшері. Ол болашақта салымшыны зейнетақымен қамсыздандыру үшін қажет. Басқаша айтса, қартайғанда көктенсіз қалмас үшін есепшотта белгілі бір мөлшерде қаражат қалуы тиіс. Одан асқан бөлігін алуына рұқсат. Заң жобасы бойынша жеткіліктілік шегі әйелдер мен еркектер үшін бірдей белгіленеді. Бірақ әрбір жас үшін жеке есептеледі. Оған қоса жаңа салымшыларға кіріс, инфляция, ең төменгі төлем секілді факторлар бойынша қайта есептеліп отырады. Яғни үнемі өзгерісте болады. Министрліктің есебінше 20 жастағы азамат үшін жеткіліктілік шек 1,720 мың теңге. Ал осыдан асқан қаражатын ол жоғарыда аталған мақсатқа пайдалану үшін алуына рұқсат. Алайда, әдетте 21 жасында диплом алатын азамат 20 жасқа дейін бұл соманы жинай ала ма? Бұл енді басқа мәселе. Бұған дейін жинақты тек бір рет қана алуға болады деген ақпарат тараған еді. Енді қордан ақша алу мүмкіндігі шектелмейтіні белгілі болды. Сондай-ақ азаматтар зейнетақы жинағының бір бөлігін өздері үшін ғана емес, ата-әжелері, әке-шешесі, балалары, немерелері секілді жақын туыстарына үй алуына немесе емделуіне пайдалана алады деп жоспарлануда. Тіпті осы мақсатта туыстар алатын жинақты біріктіре де алады. Жоспар көпті үміттендіріп қойғаны рас. Дегенмен кейбір қаржыгерлер бұл бастама елдің қаржылық жүйесінің ертең үшін қауіпті деген ойын айтып ескертіп жатыр. Ал енді зейнетақы қорындағы салымның бір бөлігін алғыңыз келсе не істеу керек? Егер жинақтың бір бөлігін емделуге пайдаланғыңыз келсе, онда облыстық не қалалық денсаулық сақтау басқармасы жанындағы арнайы комиссияға өтініш бересіз. Медициналық көмекке зәру екені туралы комиссия қорытындысын алып, емделетін клиниканы таңдап, уәкілетті операторға қордағы қаражатыңыздың бір бөлігін емдеуге пайдалану туралы тағы бір өтініш жазасыз. Яғни кезекті бюрократия басталғалы тұр. Ал егер үй алғыңыз келсе, не оны жөндеуден өткізіңіз келсе, онда бұл салаға уәкілетті оператор тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қызметін пайдаланасыз. Алайда мұнда бір шектеу бар. Қордың ақшасына сатып алынған үйді 5 жыл ішінде қайта сатуға болмайды. Мұнда есте ұстайтын маңызды жайт бар. Ешбір азамат зейнетақы қорындағы қаржысын қолма-қол ала алмайды.